Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен ачучук салатын жасайтын боламыз. Ең алдымен подписаться басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Мінеки алдымен болгарскийімізді солонка етіп турап аламыз. Майдалап осылай ұсақтап турап аламыз. Өте дәмді болып шығады. Әсіресе палаумен жесеңіздер өте аппетитті ашады. Палаудың бәрін тауыстып жеп қоятын боласыздар. Біз қою тамақ жасаған кезде осындай ачучук салатын жасап қойсақ, барлығын тамағымыздың бәрін тауыстып, аппетиттері ашылып, жеп қоятын болады. Сіздер де солай жасап көріңіздер. Мінеки помидорымызды осылай солонка етіп тураймыз. Каналыма жазылмаған болсаңыздар, каналыма жазылып қойсаңыздар болады. Мінеки огурцы негізі ачучукке огурцы салмайды. Мен балаларым огурцыйды өте қатты жақсы көреді. Сол үшін 2-3 огурцы қосып жібердім. Сіздер өздеріңіз қалауыңызша огурцы қоспасаңыздар да болады. Әрі тез дайын болады. Тез-тез үйде бар заттардан салат жасай саламыз. Осылай тез-тез пиязымызды қосамыз. Мінеки. Достар, мен каналыма тіркелмеген болсаңдар, подписаться басып, қоңыраушаны басып, мен рецептілерім ұнап жатса, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Мен көптеген осындай видеолар салатын боламын. Тез әрі оңай жасалатын видеолар. Сіздер де менің видеома қарап жасап көрсеңіздер болады. Мінеки осылай барлығын араластым. Енді ащы бұрышымызды, тұзымызды салатын боламыз. Жақсылап араластырып, мінеки салатымыз дайын болды. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер.